Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Ресейде бірінен кейін бірі қалың жарылыс қаптап кетті. Бұл не қылған жарылыс? Айдаладағы Украиннен айдалада енді жатқан Сахалиндегі газ кеніштері жарылып жатыр. Газ кешендері жарылып жатыр. Мына Украинға шекаралас аймақтағы мұнай қоймадар жарылып жатыр. Ракета қоймасы ол жарылды. Ал енді украиндер ана Сахалинді біз аттық деп айтқан жоқ, бірақ өзіне жақын жердің бәрін біз аттық деп жатыр. Орыста ойбай Украина атып жатыр, ойбай Еуропа мен Американың қаруымен атып жатыр, ақалай көкалай деп орыс аузынан ақ көбік ағып жатыр. Енді осы жарылыс соңғы кезде көбейіп кетті. Енді осыған біздің бірнеше түрлі анализіміз бар. Ай, мынау ұшақтар ұшып барып бер, тік ұшақ ұшып жатыр. Даусым жақсы естіліп жатыр дейсаңыздар, мен жалғай берейін. Енді біріншісі сол Украин, орыс екеуі де біреу жала жабуға, біреу мақтануға дайын тұр. Орыс ойбай мынау Украинға Американың қаруы, мұндай қару Украинда жоқ, мынау Еуропаның қаруы, бұндай қару Украинда жоқ деп, орыс өзін ақтауға, Америка мен Еуропаны даттауға дайын тұр. Бұны түсінуге болады. Онда айдаладағы, ен-даладағы, Жапон, Корейдің ар жағында жатқан қиыр шығыстағы Сахалиндегі газ кеніштерін кім жарып жатыр? Бұл түсініксіз. Ал енді Украинның мақтанышында біз жардық, біз қырып жібердік, біз жойып жібердік, онысында түсінуге болады. Ол да өзінің халқына сенім ұялатып, ол да жаңағы соғыстағы жеңісін асырып көрсетуге мүдделі болып тұр. Соғыс дегенде идеологиялық, ақпараттық соғыс. Естеріңізде болсын. Бұл идеологиялық, ақпараттық соғыс. Баяғыда мені тұтқындайтын кезде менің сөзім бар ғой. Бұл деген жиқат дегеніміз қолыңа қару алып Сирияда соғысу емес, жиқат деген идеологиялық ақпараттық соғыс деген. Сол идеологиялық ақпараттық соғыс дегенде қиып алып, мына топас Қазақстанның киембісі бас салып мені жиқатқа шақырды деп соттайтын болып, артынан видеоның оригиналы табылып қалғанда тотиып отырды жаңағы. Тотиғаннан тотиып, сонымен 174-тің екі бабы бар, бірінші бабы, екінші бап деген. Біресе ана бабына қойып, біресе мына бабына қойып, ең соңында сол жиқат бабы жойылып қалған болатын. Сонда менің соңғы сөзімді қиып апты. Бұл дегеніміз идеологиялық ақпараттық соғыс деген сөзімді. Сол мынау идеологиялық ақпараттық соғыс. Ұлттық арнада сол идеологиялық ақпараттық соғыс деген сөзімді қиып тастап, Серікжан жиқатқа шақырды деді ғой. Сол кезде ұлттық арнаның басшылары, мынау Қарин, Сарин деген сүмелектердің барлығы кейін жаңағы соңғы өмірлеріңді түрмеде өткізуге дайындала беріңдер. Біз тірі болсақ, сендерден есеп алмай қоймаймыз. Біз тірі болсақ, сендерден есеп алмай қоймаймыз. Қатым бала-шағаңа дейін есеп береді, естеріңде болсын. Сен тапқан арам ақшадан тамақ ішіп, киім киіп, оқып өскен қатын бала-шағаларыңа дейін есеп бергізген кезде еңіреп тұрып бармақтарыңды шайнайсын боласыңдар. Сол ақпараттық идеологиялық соғыс бұл өзі. Кәдімгі, мен сөз ақпараттық идеологиялық соғыс десем, мына бұрынғы есіме түсіп кетіп айтып кеттім ғой. Ал енді бұның ар жағында мен бұлай ойлап тұрмын. Екі түрлі тағы басқа артық себеп бар. Біріншісі Ресейдегі соғысқа қарсылық. Ресейдің халқы ішінде көз ашық көкірек ояулары мына Путиннің дара билеушілігіне қарсы. Олар соғысқа қарсы. Олар мына Путиннің осы сұмдық соғысына, мына бауырлас Украин халқына жасаған шапқыншылығына қарсы. Қазірге дейін 2000-нан артық орысты соғысқа қарсы болған үшін тұтқындапты дейді. Қазірге дейін тағы бәленбаймыңды әлеуметтік желіде Путинге қарсы жазған үшін тұтқындапты дейді. Түгенбаймыңды соғыс болмасын деген үшін тұтқындапты дейді. Бірақ осы соғыс болмасын деп көшеге шыққан белсенділерден тыс, кәдімгідей сондай құзырлы жерлерде отыратындар соғысқа қарсылығын осындай жерлерді жарып жіберу арқылы білдіріп жатқан жоқ па? Бұл бір. Екіншісі, Украинның немесе Еуропаның жансыздар емес пе, мамандар емес пе? Екі. Үшіншісі, осы әлде қандай біз білмейтін, тіпті бір электромагниттік толқын арқылы жарып жібере ме? Алыстан көрінбейтін спутниктен бір лазермен бірдеңені тұтандырып жібере ме? Бұл Америка мен Еуропаның
біз білмейтін орыстың түсіне де кірмеген бір сомдық бір техникасы емес па? 3. Төртіншісі, орыстың жаңағы ішіп қойған, жеп қойған, бюрократияға әбден батқан системасы, сол өздері ішіп, жеп алған, ұрдаған, жырдаған, бұлайнан Арапқа, бұлайнан Иранға сатып жіберген сол қаруларының есебін жасыру үшін жарып жіберіп, міне болды Украина жарып жіберді деп қарап отырған жоқ па? 4. Енді әңгіменің тоқетері осы, орыста неге соншама жарылыс болды? Өздеріңіздің көңілдеріңіз соның біреуіне тоқтайтын шығар. Ал біз айттық, енді тағы бір саяси сараптамамыз бар. Сәлден кейін бізді күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.